Құрметті кітап сүйер қауым, біздің кітапханамызға спорт өнері арқылы Қазақстанды әлемге танымал еткен тұлғаларымыз туралы жаңа кітаптар келіп түсті. Солардың бірі белгілі жазушы Сәуле Досжанның балалар мен жасөспірімдерге арналған біртуар кітабы. Бұл кітапта грек-рим күресінің палуаны, халықаралық спорт шебері, Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы, әлем чемпионы Жақсылық Әміреұлы Үшкемпіров туралы жазылған кітап. Біртуар кітабы Жақсылық Үшкемпіровтің балалық шағынан бастап олимпиада шыңына дейінгі күрес жолын баяндайды. Жақсылық Үшкемпіров жайлы бұл кітапта балалардың жүрегіне батырлықты емес, кісілікті сіңіреді. Бұл кітап оқырмандарға жеңімпаз болу үшін тек қана күш-қуат емес, үлкен жүрек және қарапайым ниет керек екен деген ой қалдырады. Келесі кітабымыз жазушы Бейбіт Сарыбайдың Бекзат шаршы алаңнан түсемін атты кітабы. Бекзат жарқ еткен жарық жұлдыз, ол қазақтың маңдайына біткен асыл ер. Бекзат 20 жасында, бар болғаны 20 жылдық қысқа ғұмырында олимпиада шыңын бағындырып, Қазақстанның туын әлем көгінде желбіреткен жалқы қаһарман. Бекзат Саттархановтың чемпион болғанға дейінгі өмірі, балалық жастық шағы суреттелген. Сондай-ақ оның басқа да қырларын ашып көрсеткен. Ол білімді, ақылды, шебер, мейірімді, жанкешті. Сүйген Бекзат, сүйікті Бекзат болған туралы да айтылады. Кітап барша қазақ баласына арналады. Құрметті оқырман, келер жас ұрпаққа керемет рух беретін осындай асыл мұраларымызды оқуға шақырамыз.